Қайырлы күн достар, бүгін біз самса пісіретін боламыз. Менің видеомды көрмес бұрын менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бірінші ұнға морозильникте тұрған сары майымызды теркіден өткізіп аламыз. Ұнның көмегімен тез-тез өтеді. Сары майымызды өткізіп болғаннан кейін қолымызбен мышқылаймыз. Яғни біздің сары майымыз ұнға сіңуі қажет. Бір жұмыртқаға 3 ас қасық сметана және жарты қасық кішкентай қасықпен тұз қосамыз. Үшеуін жақсылап араластырып алып, ұнға қосып, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке орап, жарты сағат тындыруға қоямыз. Менде шағын 2 күлше шықты. Осылай жұп-жұқа етіп ұнның көмегімен жайып аламыз. Жайып болған қамырдың үстіне сары майымызды ертіп жағамыз. Мен 2 қамырды осылай бірге орадым. Арасына ауа кірмейтіндей қылып нығыздап орап аламыз. Яғни осылай шыршықталып оралған қамырды 1 сағатқа морозильникке қоямыз. 1 сағат қана қойылған қамырды осылай шағын бөлшектерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп дөңгелетіп аламыз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Әртүрлі формаға келтіріп істейміз. Яғни мен салмасына бұл жерде ет, картошка, шуа қостым. Асқабақ қосып істесеңіздер де болады. Бұл қамыр морозильникте өте көп тұруды қажет етпейді. Небәрі 2 сағатта самсаңыз дайын болады. Самсамызды істеп болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды күнжет макты сеуіп, 200 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Егер менің каналым ұнаса, маған комментарий, лайк басып кетіңіздер.